Біздің Қазақстанымыздың түрмесінде Қазақстанның сотрудниктері мен Тоқаевтың тікелей бұйрығымен қорланып жатыр. Біздің мақтанышымыз түрмеде қорланып жатыр. Сондай дәрежеге түсіртіп қойып, біз халық болып, әрине қатты айтты демеңіз, қазір интернет деген жақсы болды ғой, тікелей эфирде. Ой, аштықта барып қайтты адвокат, денсаулығы нашар екен деп айтып қойып отыра береміз қарап. Не қарап отырмыз, не күтіп отырмыз, білмеймін. Енді біз барсақ, білесіздер, 10 шақты адамды алады да әкімшілік істі қозғайды. Вот Марат Жыланбаев бостандық деп айтты. Вот аузына скотч жабыстырды. Вот Марат Жыланбаевты бостандық деп бұлар жүгірді, зарядка жасады деді да. Әкімшілік істі қозғап, бізге айыппұл салады, қамайды. Әрине 10 шақты, 15 шақты атсилы адам болғаннан кейін. Бүкіл Қазақстан халқы тұрса талап етіп. Марат Жыланбаевты босатыңдар, құқығын таптап, ешқандай да 1 секундта отырмау керек адам түрмеде. Өйтіп айтатын өкінішке орай мен қалың халықты көріп тұрған жоқ. Марат Жыланбаевқа бостандықты талап етіп шығып жатқан. Бәрі өзінің жұмыстары үшін, айлықтары үшін, өзінің тыныш өмір үшін уайымдайды. Ендеше жарайды. Ендеше басымызды бұғып жүреміз да, ендеше көптің көргенін көреміз енді бізді. Сондай, құрметті қазақстандықтар. Осы шындық, қазіргі таңның шындығы осы. Егер де Марат Жыланбаевты ең болмаса аман қалсын деп амандығын тілесеңіздер, ең болмаса видеоға шығып айтыңыздар. Марат Жыланбаевқа бостандық, түрмеде қысым тоқтатылсын, ол заңсыз сотталған, ол 1 секундта түрмеде отырмауы керек деп айтыңыздар. Өз ұстанымдарыңызды көрсетіңіздер Марат Жыланбаевты қолдайтындарыңызды. Жетер уже. Сол менің айтқым келгені. Сол үшін кірдім эфирге. Бәріңізге көп рахмет, ақпаратпен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.